Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмді әрі тойымды тауық етінен дайындалатын бәліштер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салмасына шұңғыл темір ыдысқа тауық етін, осылай ұсақтап туралған және де картоп, сәбіз, пияз, қырыққабатты салып, үстіне тұз, бұрыш дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап баяу отта пісіріп алатын боламыз, қуырып. Баяу отта салмамызды қуырып, суытып қоямыз. Ендігі кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқа, ертілген сары май және де айранымызды салып, жақсылап араластырып, кейін үстіне тұз және қопсытқышты салып, ұнымызды електен өткізе отырып, біркелкі масса жасап, қамыр илеп аламыз. Ұнды себе отырып, қамырымызды жұп-жұмсақ етіп, жақсылап басып дайындап аламыз. Кейін қамырымызды ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызды осылай пышақтың көмегімен 4 бөлікке бөліп, салмамызды ұзыншалап салып, видеода көрсетілгендей орайтын боламыз. Кейін жартылай оралған бәлішіміздің үстіне осындай өрнектер саламыз. Пышақтың көмегімен осылай кесіп алып, кейін жабыстырып, видеода көрсетілгендей бәліштерімізді орайтын боламыз. Дайын болған бәліштерімізді пергамент қағазының үстіне орналастырып, бір жұмыртқаны осы 4 бәліштің үстіне жақсылап жағып шығамыз. Үстіне өз қалауыңызша мак немесе кунжут сепсеңіз де болады. Бәліштерімізді қызып тұрған 180 градустағы пешке 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей осылай бәліштеріміз қызарып, дәмді болып пісті. Жұп-жұмсақ әрі тойымды бәліштеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіз, отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.